Бүгін мен 20 жылдан бері жабық тұрған ауруханаға келдім. Адамдар бұл жерден айқай естіледі дейді. Мен бүгін сол айқайдың қайдан шығатынын және де бұл жақта кім бар екенін зерттейтін боламын. Мәссаған. Так, мына жақта ешкім жоқ, по-моему. Здесь жоқ. Абайлау керек. Машинамен бармаймын деймін. Мәссаған. Мына орманда деген жүру өте опасный. Мен қазір ар жақтағы машинамен барып келуім керек. Өй, есік жабылып қалған несі? Неге жол жоқ? Мәссаған. Мынау деген түсінікті. Ар жақтан мені мені кім аяусыз өлтірген? Тіпті ана жерден тағы да өлтірген. Жердің бәрі қан. Бұл жерден айқай шықпаса да болмайтын сияқты. Себебі бұл жерде толған елестер болуы мүмкін. Далада да үрейлі атмосфералық жаңбыр жауып тұр. Мәссаған, мына есікте кіріп көруім керек. Так, қылышты алып тестірей тұрайын. Мәссаған, мына жерде біреу өлген. Немене? Хат? Ашып оқып көрейін. Бұл жерден ертерек қаш, ол сені бақылап жүр. Немене? Кім мені бақылап жүр? Мына жақта біреу бар ма сонда? Бірақ кім? Бірақ бұл жерге адамдардың бұл жерден шыңғырған дауысты естиміз дегенге қарағанда, бұл жерде шынымен де біреу бар секілді. Әйтпесе мені кім аңдиды? Және де шыңғырған дауыстарды кім шығарып жүр? Мына жердегі өліктерге қарағанда, олардың бәрі осы жақын арада өлген сияқты. Себебі бұл қазір осы жақын арада өлген. Себебіне келетін болсақ, бұл сүйек болмаған. Егер сүйек болса, бірнеше жыл бойы өлген болатын еді, бірақ бұл вообще ондай емес. Мына адам да осы жақын арада өлген сияқты. Ол палата ғой. Адам да жақын арада өлген. Мәссаған, қандардың бәрі де мынау әлі көгеріп ішіп кетпеген. Егер бір ай болса, хотя бір апта болса да бұлар уже шіріп бастайтын. Бірақ бұларда ешқандай да ондай белгі жоқ. Демек, бұл осы мен жүрген ауруханада біреу бар деген сөз. Мәссаған. Немене? Арғы жақта біреу тұр. Мәссаған.